Адамның сыйластығы сынақ келгенше. Өз өміріңнің ұстасы өзің. Әрқашанда, әрбір сәтте өзіңді бағала, өзіңді жақсы көр. Ағайынды таңдайтын болдық. Бай кедей деп талдайтын болдық. Көзінше мақтап, сыртынан даттап, барлығында алдайтын болдық. Шақырмайды бізді қонаққа деп, айлап жылдап қалын сұрап, үйіне де бармайтын болдық. Әділ адамның көп досы болмайды. Себебі ол жағымпаздануды білмейді. Балаңа 10 жасқа дейін Алла жайлы айтпасаң, 10 жастан кейін Аллаға өмір бақи балаң жайлы айтасың. Өгізді өрге салма, қанатың талар. Наданға көзіңді салма, сағың сынар. Досыңа өтірік айтпа, сенімің кетер. Дұшпанға сырыңды айтпа, түбіңе жетер. Мықтылық дегеніміз әдемі тұрмыс құрып, бақытты ғұмыр кешу емес. Қоржын арқалап жүрсең де адамдығыңды жоғалтпау. Жаны бөлектің жаратылысы бөлек. Әркімнің тіршілік салты өзіне тиімді. Бұл өмір ойнап жүріп от басулар. Кездейсоқ кездесулер, қоштасулар. Өтейікші бір-бірімізді өшіктірмей, өкпелетпей, сен деспей. Адам бейшараны қуанту үшін көп нәрседе керек емес қой. Көңіл жетсе бәрі де жетеді екен ғой. Дүниенің дүние болып дөңгеленіп тұруы қанағатта. Бірақ көп адамдар қанағатты білмейді. Содан да болар қазақтар, кедей байға жетсем дейді, бай құдайға жетсем дейді деген мақал шығарған. Қанағат қарын тойғызады, қанағатсыз жалғыз атын сойғызады дегенді де Қазекем айтқан. Қанағатсыз жан Құдайдың мансабын армандайды. Өмір өтіп барады зулап ағып, жастық шақтың жалынын ұрлап алып, егде тартқан байсалды болашағым, есігімнен қарайды сығаланып. Бірде ащы, бірде тәтті өмір деген, сәл нәрседен қалады көңіл деген. Сыйластықта болайық жақсыларым, мәңгі өмір ешкімге берілмеген. Тірінің қамын тірі жер, тірілер бірін бірі жер. Тірлікте қашқан қадірің, өлгенде ғана білінер. Ерте ме кеш пе жүйрік аяқтар сүрінеді, тік иықтар бүгіледі, қара шаштар ағарады, сұлу келбет әжім түсіп қартаяды. Өткір жанар суалады, бірақ иманды жүрек еш қашан өзгермейді, қартаймайды. Ақ көңілділікпен біраз нәрсе жоғалтқан болсаң да, адамгершілікті жоғалтпа. Ақымақтықпен көп адамға сенген болсаң да, адамдықтан аттама. Басыңа іс түсіп қиналған кезде, кімнің кім екенін білесің, жалғыздығың білінеді, әлсіздігің сезіледі, көп сылтаулар айтылады. Егер өз-өзіңе сенімді болсаң, иттер саған үргеннен басқа түк те істей алмайды. Бақытқа жету көп нәрсені талап етпейді. Тек кең жүрек, жылы жүз, азға қанағат, Аллаға толық сенім артсаң болды. Өмір көрген әже айтқан екен. Жар таңдаудан қателессең, төлемі өз өмірің болады деп. Байып кетеміз деп, тайып кетіп, жеңілмен өтеміз деп, өмірден өтіп кетпесек болды. Әдемі сөйлеген адамға сенбе. Оның сөзінде әрқашан ойын бар. Үнсіз әдемі істер жасайтын адамға сеніңіз. Ақымақты дұрыстама, ол сені тыңдамайды. Ақылды адамның қателігін дұрыста, ол сені бағалайды. Ақылы ласпенде жаман ойлайды. Көңілі кірі болған адам менсінбейді. Ұжданы нашар адам ұнатпайды. Әрекеті теріс адам кемсітеді. Жақсы күнде жаныңнан табылғанды емес, қиын күнде демегенді дос сана. Басында қиындығы бар адамды көргенде,
Алла тек оны сынап жатыр деп ойлама. Ол сені де сынап жатыр. Сен көмектесесің бе, әлде теріс айналасың ба? Өмірден не қаласаң, соны аласың. Сондықтан қалауыңды өсіруден қорықпа. Көңіліне бір қылығың сыймаса, кейде 100 жылдық досың да жауыңа айналады. Зор дұшпаннан қалай сақтансаң, ұсақ жаудан да солай сақтан. Адамға ренжудің қажеті жоқ. Әркім өз тәрбиесіне қарай сөйлейді, өз деңгейінде ойлайды. Санасы биіктер жақсылығыңды көреді, санасы төмендер қателігіңді тереді. Әйелден қанағат кетсе, ердің бағы қашады. Әйелдің шүкірі артса, ердің ризығы артады. Жақсы адам қатеңді көрсе жасырады. Жаман адам басқаға қатеңді айтуға асығады. Адамның тәнін емдеу үшін оны ұйықтату керек. Ал жанын емдеу үшін оны ояту қажет. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.